Дуалап едім. Бірінші бөлім. Анам өмірден ерте кетті. Ол кезде мен небәрі 6 жаста болдым. Үйдің кенжесімін. Үлкен әпкем екеуміздің арамыз 17 жас еді. Бір ағам, 3 әпкем және мен. Үлкен әпкем анам қайтқанда тұрмыста болатын. 2 әпкем студент, ағам ауылда жұмыс жасайтын. Анамның бізге білдірмеген ауыр дерті болыпты. Азып тозып, жүдеп жадап кеткен анамды ауру деп ешкім ойламаса керекті. Бір түнде ұйқыдан оянбай жүріп кетті. Анашы мектепте химиядан сабақ беретін мұғалім еді. Күн кешкіре жұмыстан қайтар уақытында есік алдына шығып күтіп отыратынмын. Сонадайдан сұлбасы көрініп келе жатқан ұзын бойлы арық анамды көре сала, алдынан тап бір айлап көрмеген балаша жүгіріп баратынмын. Ешқашан құр қол келмейтін анам маған қораз кәмпиті мен үйрек корждарын мектептің асханасынан ала келетін. Қасымдағы көрші достарыма мақтана да марқая, көздерін қыздыра отырып тауыса жейтін едім. Үйіміз анамыз барда өте көңілді болатын. Абыр-сабыр, әр демалыс ет асып, манты түйіп, есік алдын тазалап. Бәріміздің бір-бірімізге жаттығымыз жоқ болатын. Алайда бұл қуанышты күндер мен мектепке аяқ басар жылы күреңсіз күндерге айналды. Әкем анамнан біршама жас үлкендігі бар болатын. Нақтырақ айтсам 12 жас. Әкем теміржол саласында жұмыс жасайтын. Анамның бізге айтпаған ауруының сыры әйелдерде кездесетін сүт безінің обыры ауру болыпты. Қазір көптен кездесіп жатыр бұл ауру. 90-шы жылдары сирек еді. Ол кезде ол аурудың емі жоқтың қасы болса керек. Сирек кездесіп атын естімеген ауруға үзілді-кесілді емделуге қарсы болыпты. Ешқандай ем-домға келіспей, қанша өмір берсе, сонша жасаймын деп дәрігермен текетіресе тұрып алыпты. Менің рұқсатымсыз үй ішіме айтар болсаңдар, жеке басымның жағдайын айтқандарың үшін құзырлы мекемеге шағымданамын деген соң, дәрігер қорыққаннан үй ішімізге айтпаған екен. 2 жыл бойына сыр білдірмей бізді тастап кете барды. Бізді, яғни әпкелер мен ағамды, әкемді сарыуайымға салмау үшін жасағанын кейін білдік. Анамның өмірден өткен ол күні мен білмедім. Үйге келушілердің қарасы көбейіп жатқанын аса мән бермесем керек. Ойнап жүре бердім. Әйтеуір жылап, бірі кіріп, бірі шығып жатқан адамдар. Әдетте мен ұйықтап жатқанда жұмысқа кететін анамды мен кешке дейін іздей қоймадым. Ойын баласы, ойынымды ойнап көшеде жүріп, қас-қарая анамды күтіп есік алдында отырсам да келмеді. Шаршап үйге кірсем, оқудағы, тұрмыстағы әпкелерімді көріп, қуанып құшақтасам, олар мені құшақтап жылап жатыр. Сағынып қалғанға балап, әпкемнің менен 2 жасқа кіші қызын ертіп, тағы да ойнап кеттім.